Салем достар, сіздермен бірге Қазақ Плеер каналымен видеомды бастамас бұрын Али Кезет каналын ұсынғым келіп отыр. Мұнда мафияның өмірі және де МТА ойыны, GTA 5 ойыны, тағы да басқа көптеген ойындардың видеоролик түсіреді. Тіркелулеріңізді сұраймын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Қазақ Плеер каналы. Бүгін біз Майнкрафттың топ 10 секретін, яғни құпиясын білетін боламыз. Ал енді жекет, ең біріншісі порталда, тозаққа баратын порталда келдік. Енді сандықты ашсақ, қараңыздар, компас былай осылай қозғалады, ал сағат болса кезек-кезек түн күн тез ауысып отырады. Бірінші құпия осы. Шығамыз. Біз басқа жерден шықтық. Оны былай істейміз. Бізге үшін компас керек. Dostlar. Мен жаңа жер тауып алғанша мен паузаға қоя тұрайын. Өз жерімді таптым. Енді екінші құпияға келдік. Ол үшін саңырауқұлақ, сосын костная мука, сосын су керек. Бірінші суды мынандай бір блок қазылған жерге құямыз да, сразу саңырауқұлақты қоямыз да, костная муканы қойғанда мынандай болып тез өсіп шығады. Міне, көріп алыңыздар. Келесі құпия қойға байланысты. Қойды бояуға болады. Міне, жасыл түске боялды. Келесіне қараймыз. Қазір сандыққа мына керексіз заттарды салайын. Енді келесі ойытке байланысты. Иттің қарғыбауын бояп, кешіріңіздер, қазір мен паузаға қойғанда қате бір нәрсе алып бояғаннан кейін итке зелья невидимостьті лақтырамыз. Қазір сонда ол көрінбей кетеді. Келесісі шалкерге байланысты. Шалкерді бояуға болады, міне осылай. Тағы да қайталап көрейік. Міне. Бояуға болады. Келесі Ender
голова эндер драконага байланыштуу. Осындай нәрсе істейміз деп Ричард басқасақ, ол аузын қимылдатады. Қараңыздар. Oldu. Енді келесі ең қызықтысы маған осы. Егер мен осыны жесем, телепорт жасаймын. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Телепорт жасадым. Жақсылап қарап алыңыздар. Келесі эндер драконның жұмыртқасын осылай қойып, қасына поршень мен рычагты осылай қойып, рычагты бассаңыздар, ол бұлай жоқ болып кетпей, мынандай алынады. Енді келесі, ол котелге су құйып, оны красителмен бояуға болады. Қараңыздар, міне жасыл түске боялды. Келесі, міне қараңыздар, садақпен нажимальная плитаны атсаңыздар, қараңыздар, алыстан ату керек. Ол басылып тұрып қалады. Ал кнопкаға атсаңыздар, ол да дәл солай. Қараңыздар. Сіздермен болған Казах Плеер каналы. Әзірге сау болыңыздар.